қай салада болмасын жастарға жол беру керек, орын беру керек. Бірақ сол берген орынды, берген жолды сол жастар ары қарай соны дұрыс бағытпен алып кетсе беру керек. Мысалы, ол қай сала болса да, мұғалім болсын, дәрігер болсын, діндар болсын, дін адамы болсын, біздің салада болсын. Мысалға, имам, ұстаз деп айтайық. Қай бір саладағы жастар болсын, жастар болашақ, сол жаңағы егер сол берген орынды, жолды ары қарай жалғастырып, дұрыс бағытпен алып кетсе, онда жол беру керек. Ал егер де оны әлі шамасы келмесе, әлі оған дайын болмаса, әрине жастарымызды біз тәрбиелеуіміз керек. Тәрбиелеу үшін оған біз үйретуіміз керек оларға. Ең басты жастарға мына жаңағы аға буын, үлкен буын, тіптен ақсақалдар, әжелер, апалар деп айтайық, біз өзіміз үлкендер жастарға үлгі бола алуымыз керек. Ал енді кешегі хан сұлтандар, ақын билер, батырлар, мәселен, олардың ұрпақтары біздер, біздің ұрпақтарға олар біздің ата бабаларымыз әрине үлгі болады. Әуелі Алла осындай ұлан ғайыр кең байтақ жерді бізге мирас қылып тастап кеткен. Біздің әуелі Алла, біздің ата бабаларымыз. Жерімізге, отанымызға, мемлекетімізге, тілімізге, дінімізге сондай бір құрметпен қарау, соны барынша қорғау, қызмет жасау, соны көзіміздің қарашығындай сақтау, ол біздің келер ұрпақтың міндеті, парызымыз деп білеміз. Сондықтан жастарымызға Алла қуат берсін, жастарымыз иманды болсын, инабатты болсын, мәдениетті болсын, жаңағы жүректі болсын, былай айтқандай. Ата-аналарына мейірбанды, отансүйгіш болуды Алла нәсіп етсін біздің жастарымызды.